Сәлем достар, бүгін сіздермен неліктен шаш тез майланады және оның негізгі себептері жайлы айтамыз. Парақшаға тіркеліп лайк басыңыз. Негізі қыз-келіншектердің ең көп мазалайтын сұрақ шаш неге тез майланады. Негізі шаштың тез майлануы білікті шаш мамандарымен ақылдасып, өзіңіздің шаш түптеріңізге байланысты кеңес алып, ары қарай ем-дом жасаған дұрыс. Дұрыс күтім жасау туралы ойламас бұрын артық майдың пайда болуының барлық себептерін түсінуіміз керек. Оларға мыналар жатады. Дәрумендердің жетіспеушілігі, тері астындағы майдың артық болуы, организмге қоректік заттардың жеткіліксіз мөлшерде болуы туралы сигнал бола алады. Бұл жағдайда сіз алдымен диетаңызды қайта қарауыңыз керек. Денедегі сұйықтық жеткіліксіз, күніне кемінде 2 литр су ішуді ұмытпаңыз. Өйткені теріні ғана емес, шашты да ылғалдандыру керек. Шашқа дұрыс күтім жасамау, шашыңызды 3 күнде бір рет жуып, басы әлі майлы болса да жуу әдісіне назар аударған жөн. Су тым ыстық немесе тым суық болмауы керек. Сусабынмен барлық күш-жігеріңізді тамырға тигізбеңіз. Қарапайым жууды терінің жұмсақ массажымен біріктірген болсаңыз жақсы болады. Төмен сапалы сәндеу өнімдерін пайдаланбау. Егер сіз күн сайын шашыңызға кішкене лак шашсаңыз, екінші күн аяғында шашыңыз лас сүлгі тәрізді болады. Сондықтан сәндеуге арналған құралды қажетсіз пайдаланбаңыз. Сондай-ақ шаш үшін әртүрлі нәрлендіретін маскалар туралы ұмытпаңыз. Өйткені біздің әрбір шашымыз мұқият күтімді қажет етеді. Идеал опция сіздің түріңізге мұқият таңдалған маска болады. Оны аптасына бір рет қолдану керек. Сіздермен ақпарат бөліскен Адамант тағам, денсаулықтарыңыз мықты болсын.